құндылықтар әрбір ұлттың болмысында ғасырлар бойы атадан балаға мирас болып келе жатқан адамгершілік қағидаттары, ғасырдан ғасырға жеткен халықтың қазынасы, тілі, ділі, салт дәстүрі, әдебиеті мен өнері ұлтымыздың рухани байлығы. Айналайын қызым, мынау құрт. Құрт деген қазақтың ұлттық тағамы. Бұны сүтті пісіреміз, айран етіп ұйытамыз. Сосын сүземіз, сосын бастырып, сосын осындай құрт жасаймыз. Шөлді басатын, дәрумені мол қазақтың ұлттық тағамы деп білеміз. Міне қызым, біз жаңағы дайындап сызған оюымызды қидық. Енді оны дайын матамызға жапсырамыз. Ою қазақтың көнеден келе жатқан қолданбалы өнерлерінің бір түрі, әр оюдың өзіндік тарихы бар. Маған ою қиюмен қатар кесте тігуді, құрақ көрпе тігуді әжем бала кезімде үйреткен болатын. Құрақ көрпе тігу де бұл біздің көнеден келе жатқан қолданбалы өнерлеріміздің бір түрі. Мінекей, мына қалған маталарымызды ата бабамыз ысырап болмасын деп, оларды да кәдеге жаратып құрақ көрпе тіккен. Қане ботам, енді мына дайын оюымызды матамызға желіммен жапсырайық. Ал қызым, келе ғой. Көжеңді іше ғой. Көжеңді ішіп ал, сосын екеуміз ойнаймыз. Ұлттық болмыс, оны дәріптеу отбасынан, ошақ қасынан басталады. Отбасы тәрбиенің тамаша мектебі. Үлкенді сыйлауға, ана тілін ардақтауға, салт дәстүрімізді сақтауға тәрбиеленсек, ұшқанда да соны іліп, жүрген жерімізде сол құндылықтарды дәріптейміз. Сондықтан жас ұрпақты жастайынан мейірімділік, ізгілік, қайырымдылық, адамгершілік секілді құнды қасиеттерді бойына сіңіре білу, сондай-ақ салауатты, саналы ұрпақ тәрбиелеу, рухани бай адам баласын қалыптастыру басты міндет. Ата-баба дәстүріне құрмет көрсету, жай ғана құрмет көрсетіп қоймай, оны өмірлік салтында берік ұстану, бабалардың аманатын сақтап, бойына сіңіру, оны келер ұрпақтарға жеткізу кез келген азаматтың парызы.